Ал міне достар, кім мылтық атып көрді? Мынау енді менің өзімнің мылтығым. Қазір 6 оқ оқтадық. Енді қазір 50 метр жегі кішкентай баклашкин қақпағы бар ғой, соны атамыз. Осындай табиғатқа шығып, дәлдікті машықтап, мергендікке өз-өзімізді үйретеміз. Әрбір еркек негізінде садақ ату, мылтық ату, атқа міну деген сияқтыларды білу керек. Осы мылтығымызбен шығып, барлық қауіпсіздік белгілерді сақтап, міне қазір ұйықтаймыз. Сөйтіп, анау жерде 50 метрдегі тұрған кішкентай қақпаққа тигізуге тырысамыз. Бұл жалпы мергендік, ол сүннет амалы. Сондықтан да осындай бір қалада болса да садақ, мылтық атып тұрыңыздар. Қалада құдайға шүкір тир деген бар. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Міне біз 6 оқ аттық. Міне мына жақта 1-2 тиген, біреуі сырып кеткен, жоқ, осының ішіне кіріп өткен. Мынаған біреу тиген. Және мына тиіп, қақпа ұшып кеткен, қақпаны іздейміз. 6 оқтың кем дегенде 1, 2, 3, мына жақта 4-еу. 6 оқтың 4-еуі 50 метрден қақпаққа тиіп жатыр.